Армысыз көрермен, мектеп жаңалықтарының кезекті шығарылымын назарларыңызға ұсынамыз. Студияда Жасмин Таштиева. Оқу процесімен қатар жүретін түрлі жарыстар оқушылармен қатар ұстаздардың да жан-жақты шыңдалуына өз үлесін қосады. Күні кеше өткен аудандық тілші мұғалімдер 2019 байқауы соның дәлелі. Мұнайлының тілші ұстаздарын сынға салған додадан мектебіміздің ұстаздары жүлделі оралды. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Жадыра Піржанова, екінші орында қанжығаласа орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Әлия Төлегенова үшінші орынға ілікті. Сапалы білім мен саналы тәрбие жолындағы мұғалімдерімізді шын жүректен құттықтаймыз. Республикалық ақберен байқауы талантты оқушылардың өнерін сарапқа салды. Аталмыш сайыстың аудандық кезеңі 3-ші орта мектепте өтіп, аудан мықтылары анықталды. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер тізімінен біздің мектептің жүйріктері де табылды. Атап айтсақ, шешендік білгірлік сайысы бойынша 8-ші сынып оқушысы Гүлнұр Төлегенова 3-ші орын, жетекшісі Гүлшат Латипова. Мәнерлеп оқу бөлімі бойынша Ағзия Насырулла 3-ші орын, жетекшісі Жадыра Піржанова. Эссе жазу аталымы бойынша Асимай Аминова 3-ші орын, жетекшісі Гүлнар Мұхамбедова. Ал ұлттық аспапта өнер көрсету аталымы бойынша Дина Қабылованың жетекшілігіндегі Мейірбек Тынысбай 2-ші орынға ие болды. Ақындар мүшайрасынан Ернұр Төлеген 3-ші орынды алса, жас айтыскерлер арасынан Аида Жұмаберген 3-ші орынға лайық деп танылды. Білім ордамызда оқитын оқушылар сабақпен қатар өнер сайыстарында да шашасына шаң жұқтырмай келеді. Оған дәлел балалар мен жасөспірімдер арасында ұйымдастырылған 2-ші республикалық Каспий жұлдызы байқауы. Биыл аталмыш додаға мектебіміздің 8-ші сынып оқушысы Ернұр Төлеген қатысып, 100-ден жүйрік шықты. Вокал аталымы бойынша бақ сынаған ол қазылар алқасының шешімінен 1-ші орынға лайық деп танылды. Жетекшісі Дина Қабылова Ернұрдың болашағы жарқын екеніне кәміл сенеді. Ақын жазушылардың шығармашылығымен сусындап келе жатқан оқушылар үшін мәнерлеп оқу мен ақындық қыры сарапқа салынатын сайыстардың салмағы бөлек. Биылда дәстүрден жаңылмай ауданымызда Мұқағали және қадір оқулары өтті. Әр мектептің үмітін арқалаған шәкірттер арасындағы жарыс тартысқа толы. Мұқағали оқуларында 3-ші орта мектептің намысын қорғаған 10-ші сынып оқушысы Әлия Қарасай 7 кезең бойынша да үздіктер тізімінен түспеді. Қазылар оны 2-ші орынға лайық деп таныды. Ал қадір оқуларына мәнерлеп оқу аталымы бойынша Бекзат Мерат 3-ші орын, ән айту бойынша Ернұр Төлеген 2-ші орын, ақындық номинациясы бойынша Гүлнұр Төлегенова 3-ші орынды қанжығалады. Кезек спорт жаңалығында. Мектеп лигасының аудандық кезеңінде 9-11 сынып оқушы ұлдарының арасында болған шағын футболдан өткен жарыста мектебіміздің командасы 2-ші орынға ие болып, облыстық турнирге жолдама алды. Жетекшілері Жандос Шапар пен Мадияр Түзелбаев. Ұлдар командасына сәттілік пен облыстық турнирде топ жаруын тілейміз. Әзірге айтарымыз осы. Мектеп жаңалықтарын YouTube арнамыздан көруді ұмытпаңыздар.